Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осы вақытқа дейін менімен бірге болып, мені қолдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Бүгін сіздерге ерекше тағам үйрететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңызды өтінемін. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа және тұз, кішкене қара бұрыш қажет болады. Қара бұрышты қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Енді 4 жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Ал жұмыртқаларымызды ыдысымызға салдық. Енді тұзымызды, қара бұрышымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып дайындап алдық. Енді газға табамызды қоямыз. Жақсылап май сүртіп аламыз. Табамыз қызығаннан кейін дайындап алған құймақтарымызды құйып, блинилер пісіріп алатын боламыз. Менің дайындап алған құймақтарымнан 5 штук блини шықты. Енді сіз отбасыңыздың мүшелеріне қарай көбейтіріп немесе азайтырып дайындасаңыздар болады. 3-4 секунд пісіріп аламыз. Піскеннен кейін аударып артқы жағын пісіретін боламыз. Дәл осылай әдемі болып пісіп шығады. Блинimiz пісіп шықты. Енді ыдысымызға аламыз. Дәл осылай блинилеріміздің барлығын пісіріп алатын боламыз. Дәл осылай әдемі болып, ерекше болып шығады. Енді өткізілген тауықтың етін аламыз. Ыдысымызға салып, қара бұрыш, тұз саламыз және дәл осылай сары майды ерітіп саламыз. Пиязымызды майдалап турап алатын боламыз. Турап алған пияздарымызды енді ыдысқа саламыз. Вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып дайындап алдық. Енді бізге соус қажет болады. Ол үшін мен сметана қолдандым. 20% сметана болады. Бір сарымсақты өткіштен өткіздім. Және кішкене майонез қостым. Жақсылап араластырып алдым. Енді сиырымызды ұсақтап турап аламыз. Бұл тағамымызға достар сиыр немесе помидор, тоңазытқышыңызда не бар, соны қолдана аласыздар. Тәтті бұрыш қолдансаңыздар да болады. Мен сиыр қолданатын боламын. Мен бірінші блинчик жасаған видеомды кесіп алып тастадым. Өйткені мен соусымды құймаған екенмін. Енді сіздерге қайтадан көрсететін боламын. Ең алдымен блинімізді қойып, тауықтың етін, дайындап алған етімізді саламыз. Дәл осылай барлық жеріне тигізіп, жайып алатын боламыз. Ал енді соусымызды біраз қасық саламыз. Жақсылап барлық жеріне тигізіп сүртіп аламыз. Енді жаңағы турап алған сиырымызды салып, әдемілеп дәл осылай орап аламыз. Дайындап алған блинилерімізді бірінен кейін бірін духовкаға салатын ыдысымызға жайғастыратын боламыз. Дәл осылай барлық блинилерімізді дайындап алатын боламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі қарапайым рецепттер бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Және достарыңызбен, жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Барлық блинилерімізді дайындап алдық. Дәл осылай мен осындай ыдыс қолдандым. Барлығын жайғастырып алдым. Енді қызып тұрған 180 градуста 30 минут пісіріп алдым. Дәл осылай сулары шығып, өзінің суына пісіп, өте дәмді тағам болады. Міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Күнде бірдей тағам жасап жалықтыңыз ба, онда міндетті түрде дайындап көріңіздер. Іштері де әдемі болып пісіп шығады. Дәл осындай сочный болып шығады. Және дәмі де ерекше болады. Мен сіздерге тағы бір кесіп көрсетейін дедім. Дәл осылай әдемі болып шығады. Өте ерекше тағам болады екен. Маған қатты ұнады. Сіздер де дайындап көріңіздер.
Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және қоңырау түймешесін басып қойыңыз, сонда менің жаңадан шыққан видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыздар. Достар, менің осы видеоларымны достарыңызға, жақындарыңызға жіберіп, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырсаңыздар, ал сіздерге сәттілік достар.